осы ресторанда мен жұмыс жасаймын. Бұл ресторан Ақтау қаласы Автодром елді мекенінде орналасқан Мирас өнер салтанат сарайы. Қайырлы кеш YouTube оқырмандар. Бүгін мен жұмысымды көрсететін боламын. Тойдағы қызықтарды және қандай аппараттар тұратынын көрсететін боламын. Лайк басып тіркеліп қолдап кетіңіздер. Мына жерде қарағандарыңыздай светомузыканың аппараты тұр. Менің ноутбугым ар жақта LED экранның ноутбугі тұр. Мынау пульт деп аталады. Бұмен өлең қосамын. Қарағандарыңыздай мен осы жерде отырамын. Мына кісілер мына диджейский аппаратқа қызығып суретке түсіп жатыр. Негізі бұл клубтарда келеді. Бүгін Әзербайжан тойы болғаннан кейін бүгін арнайы жалданып келген. Осындай диджейский аппарат. Осылай бізде әрқалай. Негізінде көп келмейді, бұл тек клубта. Бүгін Әзербайжан тойы болғаннан кейін арнайы жалдаған. Осылай бұмен түрлі нәрсе істеуге болады. Өздеріңіз де білетін шығарсыздар. Тойымыз басталайын деп жатыр. Тойға дайындық. Ал тойымыз бастайын деп жатыр. Бізде барлығы дайын. Светомузыка, ноутбук, аппарат. Менің жұмысым осылай басталады. Қазір тойда қызықтар көрсететін болады. Бұл жерде көп тұрғандарыңыздай мына екі кішкентай балалар гүл шашады, яғни кинода көретін едік қой, гүл шашып жүретін. Яғни бұл жерде де болады екен Әзербайжан тойында. Қызық. Қазір көрсететін болам. Өткізбей көріңіздер. Енді мына жерде біз қазір тойымызды бастайын деп отырық. Халқы тұрып тұр. Қазір жастарды шақыратын болады. Енді мына жерде жастарды күтіп тұрмыз әлі. Тамада Россиядан келген екен. Мен мына жерде қарасаңыздар жастар шығып келатыр. Екі алдында кішкентай бала гүлдерді сеуіп келатыр. Дәл кинодағындай. Қызық. Мына жерде фуршет, яғни кірген кезде осындай фрукты нелер береді. Ішетіндер ішеді осы жерде. Барлығын дайындап қойған. Енді бұл енді әр елдің өз елінің биі салты. Мынау енді арнайы әнші жалданған. Живой айтып жатыр. Енді тойда бірақ көп қазақша болмайды. Ағылшынша өздерінің әндері, тек біз арасында ғана қазақша әндер қостық. Яғни бұл жерде тек бір стол ғана қазақ адамдар бар екен. Қалғаны барлығы Әзербайжан дескен солар. Бірақ қазақша жақсы сөйлейді кәдімгі.
администраторы. Ресторанның жауапты администраторы. Құдалар әніне қатты билеп жатыр. Болмаса қазақ емес, арасында қазақтар бар. Бұл кісілер қазақшаны кәдімгі түсініп билеп жатыр. Қараңыздар, жақсы билейді. Үйренген шәже қазақ болып барады бұл кісілерде. Тойлары осылай қызық өтеді, бір-бірін көтереді. Менің жұмысым қалай басым қолдап кетеді.